Ой достар, міне жаңбырдан кейінгі помидорларым аман қалыпты. Кәдімгідей қорқып едім ғой, мәссаған. Енді не істейін деп бұршақтап деген. Мінекей, бүгін мамыр айының 26-сы ма? 2-3 күн болды, гүлдеп жатыр басы. Бұл қызанақтарды естеріңізде болса, сәуір айының аяғына отырғызғанбыз. Мінекей. Бізде көшеттеп қызанақтарды енді сатып жатыр базарларда. Енді біздің климатқа сәйкес. Ал мынау менің қызанақтарым, достар, мінекей. Қандай керемет көрініс. Осындай. Анау ірі болып өсетіндер қой. Ірі болып өсіп кеткен қызанақтар. Ал мына жақта кішкентай қызанақтар өседі. Жалпы өте жақсы масса алып жатыр бұлар қазір. Өте қатты жауды. Қазір бейнеге салам жаңбырдың қалай жауған. Енді қатты жауды. Мінекей, достар, қызанақтар осылай гүл атады. Гүл атайын деп жатыр қызанақтар. Ғажайып көрініс осындай қызанақтардың. Мынау уақытша тіреу жасап қойған едім. Құлап қалады деген қорқыныш жоқ, достар, мінекей. Тамырларын, түбін көрдіңіздер ма? Түбі ағаш сияқты қатты. Дегенмен бұған 2-3 жерден тіреуіш жасау керек. Себебі нелер қызанақ берген кезде, көрдіңіздер ме, әр сабағы. Бұлар ауырлайды. Ауырлаған кезде тіреуіш керек болады. Тіреуішті жалпы ағаш алып, осындай ағаш болсын, арматура болсын, осындай бір 15 сантиметрдей қашықтықтан отырғызамыз. Мінекей, достар, осындай бақшамыз жемісті болсын. Өте әдемі жаңбыр кетті. Табиғаттың кереметі. Қандай әдемі. Аспанға кемпір қосақ қалды. Бұршақ жауып жатыр. Мәссаған, ал қызанақтар не болды? Бұршақтар кетті. Бұрын әкем айтушы еді, бұршақты жеу керек деп. Ай-яй-яй, жеп қойық. Тамаша. Ой, енді қызанақтарды өтіп тастамаса болмақ бұршақтар. Масқара. Ой, мен ұртыстан бұршақ кегірем ау деймін. Бірақ кіргім келмейді. Мынандай тамашаны көріп, қайта бола бермейді ғой. Ғажап. Ал. Газонымды су басты. Ал. Бір, екі кемпір қосақ. Ай, мен кірдім ішке.